Мен 4 күнге кеттім. Жолың болсын жаным. Оларға сәлем айтуды ұмытпа. Әрине, сен менің кетуімді қалап тұр екенсің ғой. Күйеуінің сөзінде қателік бар. Артқа ораламыз. Күйеуінің сөзін өзгертеміз. Мен 4 күнге кеттім. Мүмкін бүгін жанымда қаларсың. Басқа күні бара жатарсың, я? Сен маған шектеу қоясың ба? Мына жауапта дұрыс келмейді. Тағы да байқап көреміз. Мен 4 күнге кеттім. Жаным, өзіңе қолайлысын жаса. Сонда саған бәрібір болғаны ма? Сенің біреуің бар сияқты. Стоп. Тағы да байқап көр. Мен 4 күнге кеттім. Сен мен барайын ба, жаным? Сонда сені көрсету үшін бара жатырмын ба? Өзім демала алмайын ба? Бұл жағдай әлі де қайталануда екен. Әлі күнге дейін ғалымдар мен ұлы адамдар әйелге ұнайтын жауапты таппай жатыр екен.